Абайды оқы Таңырқа. Абайдың шын аты Ибрахим болған. Абай деп әжесі Зере еркелетіп қойған. Бала кезінде екі ананың арасында тел өскен Абайды жеңгелері Телғара деп еркелетіпті. Тіпті Мұхтар Әуезовтің өзі Абай туралы жазбақ болған романын ең алғаш Телғара деп атаған екен. Сол Телғараның дана Абайға айналып, ұлы ақын болу жолына көз салып көрелік. Абайдың бар өмірі өзі туып өскен Шыңғыс болысы, қазіргі Абай ауданы, бұрынғы Семей облысында өтті. Ұлы ақын 1845 жылы әйгілі Қасқабұлақ басында киіз үйде дүниеге келді. Әкесі Құнанбай бүкіл тобықты елінің қаһарлы әміршісі, қатыгез, ал шешесі Ұлжан керісінше ағайын туысқа қайырымды, мінезі жұмсақ, тілге бай адам болған. Міне, сәби шағынан-ақ Абай от пен судай екі ұдай кереғар мінезді адамдар ортасында өмір кешті. Аяулы әжесі Зере мен анасы Ұлжанның жас бала қиялы мен санасының мінез құлқының қалыптасуына әсері мол болды. Ол екеуі айтқан ертегі, аңыз әңгіме, күлдіргі, мысқыл, ел басынан өткен тарихи оқиғалар зерделі бала Абайдың санасына біртіндеп сіңе берді. Осылайша бала Абай өз халқының рухани ой қазынасына қанығып өсті. Абай ақындық өнерге 40 жасынан асқанда құлай беріліп, өмірінің соңына дейін созылған 20 жылдық әдеби қызметінде 8000 өлең жолы мен 46 нақыл сөзін жазып қалдырды. Ол нақыл сөздер Абайдың қара сөздері деп аталады. Туған елінің шығыс пен батыстың рухани ой қазыналарынан нәр алып, өз халқын ғылым мен өнерге жетелеуді армандаған. Абай Құнанбаев «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» деген өлең жазған. Абайдың әр өлеңі бізді жақсы болуға, жаман әдеттерден жиренуге тәрбиелейді. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй деп, Абай әнге деген сүйіспеншілігін білдірген. Менің каналыма тіркеліп қойсаңыздар болады. Келесі жолы Абай Құнанбайұлының қара сөздерін бірге тыңдайтын боламыз.